Қазақтың салт-дәстүрі. Құрсақ той, құрсақ шашу. Құрсақ шашу немесе құрсақ той аяғы ауыр әйелге қатысты ертеден келе жатқан дәстүр. Түрлі салт-дәстүрлерді білетін ақ жаулықты аналарымыздың айтар өсиеті мол. Келін үйге түскен соң ененің одан күтетін үміті зор. Сондықтан аяғының ауырлағанын байқаған өнегелі енем құрсақ шашу деген кішігірім той-думан ұйымдастырады. Оның мақсаты қуанышты атап өту және жүкті әйелдің күтіміне аса назар аудару. Бұл біріншіден ертеңгі күн дүниеге келер нәрестенің алғашқы тойы болса, екінші жағынан аяғы ауыр ананың да қамын ойлап соған жағдай жасаудың амалы. Думанды дастархан жайылып үлкен әйелдер жағы жас келінге батасын береді, ал құрбылары, абысындары білгенін айтып ақыл-кеңес беріп, келіннің көңілін аулайды. Бойына бала бітісімен-ақ кейбір ананың асқа тәбеті шашпай жиірек болады. Оны ит жиірек деп атайды. Тәбеті тартатын тамағын тауып беру де енесінің мойнында. Өйткені ертеңгі күні жиірігі қанбаса, баланың толыққанды болып жетілуі екіталай. Егер жиірігі қанбай жүрсе, кейін баланың аузынан сілекей аға беретін болады деген ырым да бар. Сондықтан тойға келген әйелдер келінге арнап әртүрлі тағам әкеліп дәм тигізеді. Ширек кезде жеген аста да көп мән бар. Тіпті баланың болашақта кім болатындығын соған қарап болжауға болатын ғылыми түрде дәлелденіп те отыр. Мысалы, анасы көкөніске жерік болса, бала ширақ, елгезек өмірге құштар болады екен. Кесек көмір жерік болса, бала болбыр өмірге икемсіз болмақ. Ал тентек біреудің үйінде тамағын жегісі келіп тұрса, ал бала келіншекті үйде тұрмайтын, үнемі түсің түрлігін тудыратын болып өседі екен. Жүйрік ананың қалауы тауып тоздырған адам сауапқа қалады деген ырым бар. Сондықтан тойға келгенде аяғы ауыр әйелдің көңілін табуға тырысады. Бұл не жерін білмей әр нәрсе аңсаған ауған балашақ анаға көп көмек. Жүйрік асын жеген жетілер, жүйрік асын жемеген кетілер деп те жатады халқымыз. Осылайша жүйріктің асына әрбір ана мен баланың қажеттілігін өтейді.